Ассалаумағалейкум құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырып бағанағы ешқандай бір саламен айналыспайтын адамдар үшін, бір қызметпен немен айналыспайтын адамдар үшін тендерде қандай саламен айналысу керек дейтін сияқты белгілі бір сұрақтардың жауабын іздеп көреміз. Енді құрметті достар, ешқандай саламен айналыспайтын адамдар үшін ең бірінші не нәрселерді қандай қадамдарды істеу керек? Сала таңдау кезінде қандай бір саламен айналысу керектігін анықтайтын кезде қандай нәрселерге назар аудару керек? Бірінші дүние ол бір қарапайым мысал, ол өздеріңіздің сол кез келген бір салада айналысып жүрген таныстарыңыздың барлығын госзакуп немесе бір порталдарды ашып қойып, мына товар қаншадан, мына товар деген нәрсе не, мынандай товарлар, қандай товарлар дейтін сияқты нәрселерді сұрап алып, қасыңызға отырғызып алып, мынаның бағасы қаншадан, мынаның бағасы қаншадан деп кішкене миын жейтін болсаңыздар, немесе сондай бір адамдарды кішкене қастарыңызға отырғызып қойып, сол салалар туралы сұрап алсаңыздар, товарлардың барлығын ашып қойып, қаншадан пайда бар ма, пайда жоқ па, сол адамдарды таныстарыңыз, яғни ең бірінші сол таныстарыңыз арқылы сол саланы зерттеп көрсеңіздер болады. Немесе екінші бір жолы бар, ол кішкене қиындау жолы болуы мүмкін, бірақ қызықтырақ жол. 12 айда 12 сала дейтін бір кішігірім өзіміздің лайфхактарымыз бар. Мысалы, ол қалай? 12 айға 12 түрлі саланы жіктеп қоясыз. Бірінші айда мысалы электроматериалдар, екінші айда құрылыс товарлары, үшінші айда қызмет, төртінші айда белгілі бір тараптағы бір монтаж жұмыстарын жасау, бесінші айда бір игра площадкаларды салу, әртүрлі медицинский товарлар деп әртүрлі айға әртүрлі салаларды жіктеп қойып аласыз. Одан кейін барып сіздер әр айда сол бір айда мысалы мына саламен айналысамын дейсіз, тек қана сол саламен айналысасыз. Мысалы, бірінші айда медицинский товар деп қоятын болсаңыздар, тек қана медицинский товарлар, қандай товарлар көбірек ойнатылады, ол бағалардың оптовиктері қандай сол товарлармен сіз ол саланы ұнатпасаңыз да сол сала туралы зерттеуіңіз керек. Қандай бағамен ұтуға болады, кімдер ұтып жатыр, бұл саладағы конкуренттер кімдер дейтін сияқты нәрселер барлығын, бұл салада шынымен конкуренция бар ма дейтін сұрақтардың барлығын бірінші айда зерттеп аласыз. Екінші айда электроматериалдар, кабельдердің қандай түрлері бар, мынандай кабельдер, қандай кабельдер сапалы, қандай кабельдер сапасыз, қандай кабельдерді ұсынсақ болады, қандай кабельдер көбірек ойнатылады. Яғни осындай әртүрлі айда, мысалы әр айда бір айдың басынан бастап соңына дейін сол саланы зерттеп жүр. Үшінші айда уже құрылыс материалдар, шлакоблок, бірдеңелер, сондай нәрселердің барлығын қай жерін арзан қалсақ болады дейтін сұрақтардың барлығын сол айларда. Енді сіз 12 айда 12 саламен айналыссаңыздар, солардың арасынан таңдасаңыздар болады, бірақ көп жағдайларда уже 5-6 айға барған кезде сіздер өздеріңізге қандай саланың керек екендігін, қандай саламен өзіңіз айналысу сізге тиімдірек екендігін, қандай салада сіздің өзіңіздің икеміңіз бар екендігін, қандай сала сізге жақын екендігін сол уже 4-5 айдан кейін бастап анықтай аласыздар. Енді келесі бір нәрсе бар, сұранысқа байланысты. Кейбір салалар болады, құрылыс материалдары, электроматериалдар, ең бір конкуренция көбірек тендер ойнатылады, ол жерде ұту мүмкіншілігі де аз, бірақ сондай көбірек тендер ойнатылатын салаларға қатысаңыздар болады, бірақ ол кезде сіздер конкурентоспособный болуыңыз керек. Одан кейін сөйтіп қарапайым пирамида деп алатын болсаңыздар, пирамиданың басына барған сайын, пирамиданың басына қарай кетіп баратқан сайын, ол кезде сіздерде бір түсініксіз товарлар пирамиданың басына қарай барады, яғни конкуренттер аз, бірақ маржа көбірек қалатын, немесе конкуренттер одан сайын азая береді, яғни қиын товарларға барған сайын, сіздерде түсініксіз товарларға барған сайын, табылуы қиындау товарларға барған сайын сіздерде конкуренттер вообще аз болады, кейбір салада конкуренттер мүлдем жоқ. Сондай салаларды таба алатын болсаңыздар, сіздерде конкуренттер жоқ, ұту мүмкіншілігі де көбірек болады, и одан кейін сіздерде пайда да көбірек жақсырақ қалады. Яғни сала таңдау кезінде бір сондай бір критерияларға сәйкес, сондай бір критерияларды ескеретін болсаңыздар, сіздерде бір сала таңдау кезінде қатты қиындырақ болмайды. Яғни кейін сол нәрсе, яғни ешқандай салаға қатысыңыз жоқ болатын болса, яғни ешқандай салаға жақындығыңыз жоқ болатын болса, сол яғни әр айда әртүрлі сала дейтін сияқты нәрселердің барлығын бір тәжірибеден өзіңіздің эксперттеріңізден өткізіп көретін болсаңыздар, өздеріңізге қай сала жақын, қай сала дұрыс емес, яғни істеп көргеннен кейін барып білесіздер ғой, істемей тұрып мына сала жақын деп айта алмайсыздар. Сіздер істеп көргеннен кейін барып білген нәрселеріңіздің барлығы ол сіздерге көбірек нәтиже алып келеді, сіздерге көбірек табыс алып келуі мүмкін. Сол нәрселер көбірек сіздерге табыс алып келеді.